Армысыздар Алаштың ардақтылары, қазақ интернетіндегі тартымды түйіндер, таңдамалы пікірлер ұсынатын Тор бағдарламасы және мен Нұрдәулет Жеңіс. Бокс сіздің ойыңызша құр төбелес, екі адамның ерекшуі. Жоқ, бұл өнер. Рингте қолды ары бері сермеп, мәнерлеп билеу екінің бірінің қолынан келмейді. Сіз менің не айтқым келіп тұрғанын түсінетін шығарсыз. Иә, біліп тұрсыз. Кімді? Иә, сол Генаны айтып отырмын. Кәдімгі Геннадий Головкин. Ол анау мынау емес. Нью-Йоркте өткен WBA бойынша 9-шы әлем чемпионатынан үлкен жеңіспен оралды. Қазақ еліне қайталанбас қуаныш сыйлады. Қалай? Иә, үлкен жеңіспен оралды. Гена, сені құттықтаймыз. Абайус Нотариус. Келесі қарсыласында айырып алады деп ойлаймын. Нұрлан Жанай. Ай, бәрекелді. Кеше Аршат Оразов Ордабасы Ақтөбені жеңгенде 400 мың ақш долларын алады деп жазып еді. Сондай мөлшердегі ақшаны Геннадий Головкин алды. Стивенсті жеңген үшін. Стивенсті мынандай халге қалай түскенін және Генаның мен бәрін құрметтеймін, мен чемпионмын, кімнің кім екенін халық біледі деп айтқан жеңіс сөзін көргілеріңіз келсе, мына сілтемеге өтіңіздер. Генаның жеңісі құтты болсын. Марал Нұртілеуова. Гена, мен қазақпын деп айтқаның үшін жазықты болып жатырсың. Енді айтпасын деп жатыр саған. Жай әншейін мақтана салайын деп, сол Қарағанды деп айтқым келіп. Айқын Төлепберген. Геннадий Головкин, Кертис Стивенс көрмегендер болса мына сілтемеде. Асылхан Төлепов, мықты жеңіс. Мына жерде темекі шегуге болмайды. Дұрыс, қоғамдық орында шылым тартып ластасаңыз, айыппұл салады. Жақында тағы басқа да өзгерістер енгізілген сияқты. Қасыңызға қызыңызды ертіп, онымен қоғамдық орында сүйіссеңіз, айыппұл салу әбден мүмкін. Бәлкім бұл да дұрыс шығар. Енді қыздарды паркке, киноға емес, үйлердің арасына, қуыстарға кездесуге шақырамыз. Ал енді айыппұл салғанды дұрыс көрген Мақсат Жақау не дейді екен? Мақсат, қоғамдық орындарда сүйіскендерге айыппұл салу керек пе? Қазір қоғамдық орындарда сүйісуге де, жалпы анайы қылықтар көрсетуге де меніңше айыппұл салатын уақыт келді. Оның бірден бірі, егер біз өзіміздің қоғамдық мәдениетімізді, тәртібімізді белгілі бір қалыптасқан ережелерге, тәртіпке салатын болсақ, оның барлығы бір заңның көмегімен және белгілі бір айыппұлдардың көмегімен жүзеге асыру керек. Рахмет. Ал басқа пікірлерге назар аударайық. Мақсат Жақау. Қоғамдық орындарда сүйіскендерге айыппұл салу керек па? Арман Досан.
міндетті түрде салу керек. Мен соны қолдаймын. Әйтпесе қазір ар мен ұяттан безгендер көбейіп барады. Айна Тынышбекова. Әрине салу керек, әйтпесе оны көрген өскелең ұрпағымыздың жайы не болмақ? Қазаққа жатқылық. Гүлжайнар Мұхтарова. Әрине, айыппұл салу керек, мен қолдаймын. Дина Маратқызы. Сүйісу деген ол іштен пайда болатын махаббат деген сезімнен шығатын құбылыс. Мен ойлаймын, ол екі адамның арасындағы нәзіктіктің белгісі. Сол үшін қоғамдық орындарда сүйісуге қарсымын. Ол қазаққа жатқылық. Елге паш етпей-ақ неге жеке қалғанда сүйіспеске? Дария Жексенова. Жеке қылатын жер жоқ болса ше? Менің қыздарды киноға, паркке шақырмаймыз дегенімді естіп қойды ма? Енді біреулер сонда қуыстарда кездесеміз бе деп алаңдап отырса, Алашты алаңдатқан сауал бұл емес дейді Айдана. Сонда сенің ойыңша қоғамдық орындарда сүйіскендерге айыппұл салмау керек пе, Айдана? Қоғамдық орындарда сүйісу негізі ол өте дұрыс емес, көзге ерсі көрінеді негізі. Жастар бар дегендей, жас өскелең ұрпақ бар дегендей, бірақ та айыппұл салу ол дұрыс емес. Өйткені жастарға кішкене қысым жасау, ол ертең үлкен бір мәселе тудыратын сияқты, бірақ жалпы бұл сұрақ көтеріп отқан дұрыс емес. Өйткені Алашты алаңдататын басқа мәселелер жоқ па? Неге мысалы қазір қоғамда педофилдер қаптап кетті, кішкентай балаларды зорлаған, оқушыларды зорлап жатыр, өлтіріп жатыр. Солардың жазасын күшейту жағын ойланбай, Алаш қайдағы бір мәселелерді көтеріп жатыр. Рахмет, кезекті қызықты пікірлерге берсек. Ая Өміртай. Алашты алаңдатқан сауал, қоғамдық орындарда сүйіскендерге айыппұл салу керек пе? Мақсаттың пікірі осы сауалға жауап бергендердің ішіндегі нағыз зерттеуші маманның ойы екен. Ал білікті маман Олжас Нұрасханды сырт қалдырғаны онша дұрыс болмапты. Мақсат Раджылы, сүйіскендерге байланысты біздің пікір міне. Айдана Дулат. Алашты алаңдататын басқа нәрсе қалмап па? Қоғамда оқушы қыздарды ұрлап, зорлап, өлтіргендер қаптап жатыр күн санап. Неге сондайларға тиісті жаза қолдану жағын алаңдамайды бұл Алаш? Дария Жексенова. Сіздерге ғашық болу керек сияқты, сүйіскенің несі айып? Түкіріп қақырғанды дұрыстап алыңыздаршы. Министрлікте не жаңалық? Жаңа өзгерістер, жаңа команда. Білім министрінен 2 адам өз еркімен жұмыстан кетті дейді. Қызық, мына қоғамда жұмыс табалмай жүргендер қаншама? Олар неге өз еркімен кетті? Жаңа министр жаңашыл жаңалықтармен әлеуметтік желіні толықтырып жатыр. Серік Абас, бұрын мемлекет қаржысы Болаттай Берік қолдай еді. Ол бүгін жұмсарда, енді министрлік өте бақытты сияқты. Премьер-министрдің жан ойбайы. Сынап жатса, тіл бітіп, шұнақ елі, үкіметтің үзілмес қына белі. Мақтау бітті, кезекте мазахизм, сына мені, ей халқым, сына мені. Нұрлан Жанай. Білім және ғылым министрлігінде 2 вице-министр өз еркімен кетті. Олар Мұрат Орынхан және Мұрат Әбен. Енді жұмыс істегілеріңіз келмей отырса, кімдер олардың орнына келетінін болжай отырыңыздар. Ақорда баспасөз қызметі. Мемлекет басшысының жарлығымен Сұлтанов Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары қаржы министрі қызметіне тағайындалды. Ақорда баспасөз қызметі. Мемлекет басшысының жарлығымен Сағынтаев Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары қызметіне тағайындалды. Мақсат Жақау, үкімет не қарап отыр? Осы аптаның қанатты сөзі. Соңғы күндері үкімет жұмысы қанағаттандырарлық деңгейде сынала басталды. Бұл шара науқанға айналып кетпеуі қажет. Үшіншіден, біз үкімет жұмысының жақсылығында жетіспегенінде дұрыс бағамдап айтуға тиіспіз. Яғни қоғамның дұрыс ақпараттануын қамтамасыз ете алғанымыз жөн. Нұрлан Жанайдың айтуы бойынша Facebook тұтынушылардың саны күннен күнге артып келеді. Әрине, бұл жақсылық па, жамандық па? Нұрлан Жанай, Facebook'ты қолданатын қазақстандықтар 700 мыңнан асыпты. Орыс тілділер үшін қазақ тілін үйрететін сайт ашылды. Жарайды,
Бізге бөлінген уақыт осымен аяқталды. Жақсылықта жолығайық. Жазар жайт көбейсін.